саламатсыздар, сендерге қызық айтайын. Короче, алдында біздер Гуанчжоуға бардық қой. Сол кезде ең бірінші осылай келгеннен кейін самолеттен түсікте отельге барып суға түсіп, отельдің бәрін броньдап, енді тамақ ішуге келмейміз. Мына жерде ненің бәрі андай не қытайшада, менюдің бәрі түсінбейміз, бір-бірімізге қарап отырық. Соны енді не береміз деп ойланып отырмыз ғой. Сосын переводқа салсақ, переводтан вообще түсінбей отырмыз да. В общем, клеем морепродукты ма бірдеңе, сосын бір Қытай бізді бір жей алып кетті дейді. Мына ішінен таңдадыңдар дейді, қайсысын жейсіңдер деп. Шошып кеттік, судың ішінде дейтін неше түрі бар ғой. Андай, зат осьминог па бірдеңе, астың жағында дейтін андай, короче дейтін бақалшақтың ішінде тоже өздерінің жейтін қырт-сырттары. Айтады осылардың, короче, свежелай морепродуктың любойын таңдайсыңдар. Соны момент манадай қуырып береміз дейді да, суға пісіріп. Құрсын деп күлкіден өліп жатық. Мына жерде дейтін андай мұрттар жыбырлап, андай өмірде көрмеген бірдеңелер жүр да судың астында. Құрсын, қайда кіріп кеттік, құрсын қуасыңдар ма? Кеттік басқа жерден тамақ ішейік деп. Мына жерге қарасақ, андай скорпион сияқты бірдеңе. Құрсын кеттік деп, төртеуміз тырқылдап күліп жатыр. Құрсын, не болып кетті, қайда кіріп кеттік деп, сөйтіп қызықтар болған.